Армысыздар. Эфирде IT News, экономика жаңалықтары. Сіздермен Аружан Өрісбай, бүгінгі бағдарламадан көретіндеріңіз. Қазақстандықтар қарызға батты. Биыл несие алушылар саны 22 миллион адамға жетті. Қазақстанда ең төменгі жалақы 85 мың теңге. Ұлттық статистика бюросы елде орташа жалақы мөлшері өскенін мәлімдейді. Кәсіпкерлер үшін жақсы жаңалық. Келесі жылдан бастап қосымша құн салығы күрт төмендейді. Несие алушылар саны жылдан жылға артып келеді. Бір жылда шамамен 11%-ға өсті. Яғни табысы көтерілмеген халық үшін бұл қаржылық қауіп төндіруі мүмкін. Қазіргі тенденцияның себептері мен әлеуметтік салдары Нұрай Сағатованың бейнематериалында. Қазақстанда микрозайм алатындар күрт көбейген. Халықтың табысы жетпей, қарапайым күнделікті шығынды жабу үшін қарыз алуға мәжбүр. Микрозаймдардың негізгі мәселесі қымбат пайыз және қысқа мерзім. Микроқаржы ұйымдары қарызды өте оңай береді. Құжат талап етілмейді, ал банктен несие ала алмайтындар үшін бұл жалғыз жол. Алайда қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі биыл 24 қарашадан бастап кепілсіз тұтынушылық несиелерге шектеу енгізді. Егер соңғы 12 ай ішінде 90 күннен астам кешіктіру болса, жаңа несие беру шектеледі. Сонымен қатар биометриялық сәйкестендіру мен электрондық цифрлық қолтаңба міндетті болады. Люди вынуждены закрывать кредит новым кредитом. Многие из них имеют по несколько кредитов. Несмотря на это, банки без ограничений выдают новые займы, так как годовая эффективная ставка по беззалоговым банковским займам составляет 56%. Сарапшылардың айтуынша, мәселе халықтың табысының төмендігі мен қаржылық сауаттылықтың жеткіліксіздігінен туындайды. Сондықтан микрозайм нарығындағы пайыздық мөлшерлемелерді шектеу және қарыз жүктемесі жоғары азаматтарды қорғау мемлекет үшін маңызды бағыт. Мен займ алдым, мен кредит алғам, және де сол кредит жабу үшін сол займ алып жабу керек болды. Өте жаман зат екен, ол жұмыс істеп қиналып қалады екенсің. Мен жалпы өзім займ кредит алып көрмегем, бірақ мен осындай займ алып қарызға кіріп кеткенде достарым, таныстарым бар. Көбісі олардың студенттер, жаңағыдай жұмыспен оқуды қатар алып жүремін деп, көбінесе қазіргі таңда жастар десем де болады. Бірақ бұл займ кредит деген менің ойымша дұрыс нәрсе емес. Жастарды құрдымға кетіріп жатқан секілді. Займ алып көрдім өзім қажеттіліктерім үшін. Уақытысында жаптым. Негізі бір тез арада ақша керек болса, ең қолайлы шешім. Егерде жаба алмасаң, негіз жоламау керек қой. Қазіргі жағдайда микрозайм уақытша көмек емес, ұзақ мерзімді проблемаға айналып отыр. Сарапшылар ең тиімді шешім табысты арттыру және микрозаймға тәуелділікті азайтатын жүйелі шараларға жетті. Нұрай Сағатова, IT News, Алматы. Қазақстанда орташа жалақы деңгейі өсті. Елде ең төменгі еңбекақы 85 мың теңге болып бекітілді. Өсім әсіресе ақпарат және байланыс, ауыл шаруашылығы және көлік салаларында тіркелді. Бұл еңбек нарығындағы өзгерістерді көрсетеді. Нақты деректер мен сараптаманы Тамирис Абдықадыр хабарлайды. Қазақстанда 2025 жылдың 3-ші тоқсанында жалақы деңгейі өсті. Ұлттық статистика бюросының дерегінше қазір елдегі орташа жалақы 429 мың теңгеден асты, ал медициналық жалақы 302 мың теңгеге жеткен. Бұл көрсеткіштер еңбек нарығында қандай өзгерістердің бар екенін көрсетеді. Еліміздегі орташа айлық жалақы өткен жылмен салыстырғанда 10%-ға артық, ал медициналық жалақы 302 мың 584 теңге. Яғни халықтың жартысы осы сомадан аз, жартысы одан көп табыс табады. 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап ең төменгі жалақы 85 мың теңге болып белгіленді. Халықтың табысын көтеру үшін біріншіден әрине инфляцияны төмендету керек. Инвестиция салу, нарықты дамыту, ол жаңа бизнестің түрлерін дамыту біріншіден. Сапасын көтеру. Жалақы өсімі ең көп тіркелген салалар: ақпарат және байланыс 22%-ға жуық, ауыл, орман және балық шаруашылығы 18%, көлік және қоймалау 17%-дан көбірек. Өнеркәсіп саласындағы өсім 11% болды, ал денсаулық сақтау мен білім беру саласында өсім шамамен 6% көлемінде ғана тіркелген. Жас мамандардың айтуынша, бүгінгі еңбек нарығында бәсекеге қабілетті болу үшін үнемі жаңа дағдыларды меңгеру қажет. Көптеген қызметкерлер қосымша білім алып, біліктілігін арттыру арқылы жоғарғы жалақыға қол жеткізіп жүргендерін айтады. Қазіргі таңда жұмыс берушілердің ең алдымен тәжірибесі мен біліктілігі маңызды, және де қосымша курстарды да оқығанмын, соның әсерінен жалақым да өсті.
Мамандардың айтуынша 2025 жылы Қазақстанда жалақы өсімі ең алдымен білім, цифрлық дағды және кәсіби біліктілікке тікелей байланысты. Сондықтан бүгінде адами капитал ел экономикасының басты ресурсына айналып отыр. Тәмирес Абдықадыр, ITNews, Алматы. Елімізде келесі жылдан бастап қосымша құн салығы күрт төмендейді. Мысалы, Алматыда 4%-дан 3-ке төмендесе, Маңғыстауда 2% болады. Бұл өзгеріс кәсіпкерлер жұмысын қалай жеңілдетеді? Осы туралы әріптесім Гүлназ Досанова тарқатады. Алматыда шағын және орта кәсіп үшін салық мөлшерлемесі 3%-ға дейін төмендетілмек. Бұл шешім 2026 жылы күшіне енетін жаңа салық кодекс аясында қабылданады. Мұндағы басты мақсат шағын және орта кәсіпке қаржылық демеу көрсету. Сонымен қатар олардың бәсекеге қабілеттілігін арттырып, қала экономикасының тұрақтылығын қамтамасыз ету. Жаңа режим ең алдымен B2C секторында жұмыс істейтін кәсіп түрлеріне бағытталған. Оған үй жанындағы дүкендер, тұрмыстық қызмет көрсету орындары, шаштараздар және басқа да шағын бизнес бағыттары кіреді. Осы орайда 44 тыйым салынған қызмет түрін қамтитын тізім бекітілді. Ал осы тізімге енбеген кәсіпкерлерге арнайы режимді қолдануға рұқсат беріледі. Осы факторларды ескере отырып, 2026 жылы арнайы салық режимін қолданатын барлық кәсіпкерлер үшін мөлшерлемені 3% деңгейінде белгілеуді ұсынамын. Мәселен, айына 3 миллион теңге табыс табатын шағын кофехана бұрын 4%-ық мөлшерлемемен 120 мың теңге салық төлеген болса, енді 3%-ық мөлшерлеме бойынша 90 мың теңге төлейді. Бұл кәсіпкер ай сайын шамамен 30 мың теңге үнемдей алады деген сөз. Ал осы үнемделген қаражатқа шамамен 7 килограмм кофе ұнтағын сатып алуға, немесе орташа қызметкердің жарты айлық жалақысын төлеуге болады. Осылайша, бизнес қысқа мерзімдік, бірақ нақты қаржылық демеу ала алады. Наша задача Барлық тәуекелдерді ескере отырып, мөлшерлемені 3%-ға дейін төмендетуді ұсындық. Өйткені бұл 200 мың алматылық кәсіпкердің тағдырын шешпек. Біздің болжамымыз бойынша бюджет шығынының орны толады деп күтіледі. Бұл шешім кейбір бизнесті көлеңкелі экономикадан шығарып, кәсіпкерлік белсенділікті арттыруға және кәсіпті басқа өңірлерге жаппай тіркеуді болдырмауға мүмкіндік береді. Жалпы алғанда біз салық базасы қысқармай, керісінше жыл ішінде өседі деп ойлаймыз. Әлемдік тәжірибеге сүйенсек, Грузия мемлекеті 2017 жылы шағын кәсіп үшін салық мөлшерлемесін 5%-дан 1%-ға дейін төмендетіп, шағын кәсіпкерлікті ынталандырудың қуатты тетігін іске қосты. Нәтижесінде небәрі 2 жыл ішінде шағын кәсіп иелерінің саны 30%-ға өсіп, жалпы ішкі өнімдегі шағын кәсіптің үлесі айтарлықтай артты. Сондай-ақ, ресми тіркелмеген және салық төлемейтін кәсіпорындар саны да азайды. Қорытындылай келе, Алматыдағы салық мөлшерлемесінің 3%-ға дейін төмендеуі шағын бизнеске қысқа мерзімді қаржылық демеу және ұзақ мерзімді инвестиция жасауға сенім беретін маңызды қадам. Осындай тұрақтылық бизнеске ұзақ мерзімді жоспар құруға, көлеңкелі аймаққа кетпеуге және экономикаға ашық түрде үлес қосуға жағдай жасайды. Нәтижесінде қала бюджеті де, кәсіпкерлер де, тұтынушылар да ұтатын теңгерімді модель қалыптаспақ. Гүлназ Досанова, ITNews, Алматы. Орталық Вьетнамда тарихи су тасқыны салдарынан 90 адам қаза тауып, мыңдаған тұрғын үй мен егістік жойылды. Бұл халық ахуалына қалай әсер етті және тағы да басқа әлемде болып жатқан маңызды оқиғаларды әріптесім Ажар Заманғазинова тарқатады. Орталық Вьетнамда бірнеше күн бойы толассыз жауған жаңбырдан болған су тасқыны, сел және лай көшкіні салдарынан қаза тапқандар саны 90 адамға дейін өсті. Бұл туралы Vietnam News мемлекеттік порталына сілтеме жасап Newsroom KZ хабарлайды. Ресми мәліметке сәйкес тағы 12 адам жоғалып кеткендер қатарында. Ең көп зардап шеккен өңірлер Даклак провинциясы және Кхань Хоа. Су тасқыны тарихи апат деп сипатталуда. Алдын ала есеп бойынша экономикалық шығын $343 миллион құрайды. Алайда бағалау жұмыстары әлі жалғасып жатқандықтан шығын көлемі артуы мүмкін. Апат салдарынан 1154 тұрғын үй бүлінген немесе толық қираған. Даклак провинциясында ғана 50 мыңнан астам үй әлі күнге дейін толық немесе жартылай су астында тұр. Сонымен қатар 80 мың гектар егістік жойылып, тағы 117 мың гектарға дейін алқап суға малынған. Нью-Йорктың жаңа сайланған мэрі Зохран Мамдани ақш президенті Дональд Трамппен Ақ үйдің овал кабинетінде кездесті. Бұған дейін екі саясаткер бір-бірі туралы қатты сын айтқанын ескерсек, олардың бұл алғашқы жеке кездесуі күтпеген жерден әлдеқайда жылы өтті.
Вашингтондағы BBC тілшісі Берн Дебюсман хабарлағандай, Трамп кездесуде шынайы достық қарым-қатынас танытты. Біз оған көмектесетін боламыз, деді ақш президенті, және Мамдани мен ойлағаннан көп жерде ойымыз бір жерден шығады деп атап өтті. Бізді байланыстыратын бір ортақ қасиет бар, екеуміз де сүйікті қаламыздың ең үлкен табысқа жеткенін қалаймыз, деді Трамп. Өз кезегінде Мамдани біздің арамыздағы едәуір келіспеушіліктерге қарамастан, президенттің кездесу барысында ортақ мақсат Нью-Йорк тұрғындарына қызмет етуге назар аударғанын жоғарғы бағалаймын деп атап өтті. Патша Карл III ханзада Эндрюді барлық титулдарынан айырды, оған Виндзорды тастап шығу бұйырылды. Бұл өте сирек кездесетін шешім. Шешімге Эндрюдің Джеффри Эпштейнмен байланысы себеп болды. Эпштейн кәмелетке толмағандарды қанауға қатысты айыпталған. Ол 2019 жылы көз жұмды, бірақ дау тоқтамады. Бұл оқиға корольдік отбасының беделіне нұқсан келтірді. Принц Эндрю Йорк герцогі болған. Ол патшайым Елизавета II-ның сүйікті ұлдарының бірі саналған. Қазір ол барлық мәртебесінен айырылды. Сарапшылардың айтуынша, патша монархияның имиджін сақтауға тырысуда. Енді интернет бағасы жайлы айтайық. 2026 жылдан бастап Қазақстанда интернет бағасы 20%-ға қымбаттады. Тарифтің өсуіне электр энергиясы, импорттық техника шығындары және инфрақұрылымға түсетін жүктеме әсер етті. Толығырақ бұл жаңалықты әріптесім Асылжан Қасымбек баяндайды. 2025 жылдан бастап интернет бағасы 15%-ға өсті. Бұған электр энергиясының қымбаттауы мен инфрақұрылымды ұстау шығындарының артуы себеп болды. Қазір 1 гигабайт интернеттің орташа құны шамамен 250 теңге. Байланыс бағасы бірнеше бөлікке бөлінеді. 40% электр мен базалық станцияларға, 30% антенна, сервер, маршрутизатор сияқты шетелдік техникаларға, 20% салық пен лицензияға, 10% оператордың пайдасы мен қызмет көрсетуге кетеді. Бір базалық станция ай сайын орта есеппен 200 мың теңге электр энергиясын тұтынады. Мен Билайн қолданам, себебі оның тарифтары өте арзан және Қазақстанның кез келген жерінен жақсы ұстайды. Мен Теле2-ны қолданам, өйткені біз барлығымыз отбасылық тарифпен тиімді қолдана аламыз. Мен өзім Easy'ді қолданам. Easy'дің себебі тарифтары өте арзан. Мен студент болғандықтан маған өте ыңғайлы. Байланыс бағасына халық тығыздығы да әсер етеді. Қазақстанда бір станция орта есеппен 1000 абонентке, Ресейде 3000 абонентке қызмет көрсетеді. Сол себепті шығын бізде аз адамға бөлінеді. Салыстырсақ, Қазақстан 250 теңге, Ресей 150 теңге, Германия 500 теңге. Осы тарифтің ішінде кіретін, мысалы, электр қуаты үшін шығындар, мысалы, құрал жабдықтар үшін шығатын оператордың шығындары, оларға баға өсетін болса, әрине ол сол тарифтің өсуіне ықпал етеді. Мамандардың айтуынша, тарифтердің өсуіне негізгі себеп электр бағасы, импорттық техниканың қымбаттауы және инфрақұрылымға түсетін жүктеменің артуы. Интернет трафик соңғы 9 жылда 36 есе көбейген. Бұл операторларды желіні кеңейтуге мәжбүрлейді. Біз бағаны жылына тек бір рет қана көтереміз, ал келесі жылы қосылған құн салығы қымбаттағалы отыр. Бұл салаға 35-40 миллиард теңге шамасында әсер ететін өте маңызды фактор. Сәйкесінше біз бағаны қаңтар айында өзгертуді жоспарлап отырмыз. Биыл бәрі осы қалпында қалады. Билайн 2026 жылдың қаңтарынан бастап бағаларды 15-20%-ға дейін өсірмек. Бұл өзгеріс орташа деңгейден төмен тарифтерге қатысты болады. Мысалы, мега тарифі 5999 теңгеден шамамен 7199 теңгеге дейін қымбаттайды. Тариф қымбаттауының басты себебі халық тарапынан өсіп жатқан сұраныс пен оған ілесе алмай жатқан инфрақұрылым. Операторлар инфрақұрылымға көбірек инвестиция салуға мәжбүр. Теле2 мен Алтел биылғы жылдың 25 желтоқсанынан бастап абоненттік төлем бағасын 15-20%-ға көтереді. Компания өкілдері себеп ретінде интернетке сұраныстың күрт өсуін, инфрақұрылымның артта қалуын, қосылған құн салығының өсімі мен инфляциялық қысымды атады. Осылайша про тарифі 4632 теңгеден шамамен 5558 теңгеге дейін көтерілуі мүмкін. Кейсел әзірге бағаны көтеру туралы нақты шешім қабылдамағанын, бірақ салық өзгерістерін есепке ала отырып, әртүрлі сценарийді қарастырып жатқанын хабарлады. Оператор бір ай бұрын жаңағы уведомление жіберу керек. Ол жібермеген жағдай сізге белгілі болса, сіз бізге шағымданып арыз жаза аласыздар.
Осылайша тарифтің қымбаттауы тек баға өсімі емес, қазіргі телекоммуникация жүйесінің жалпы жағдайын көрсететін индикатор. Асылжан Қасымбекова, IT News, Алматы. Димаш Құдайберген дүниежүзілік ізгілік елшісі болып тағайындалды. Бұл мәртебе әншіге Біріккен ұлттар ұйымының шешімімен берілді. Тағы басқа жағымды жаңалықтар жайлы тілшіміз Аружан Рақымжан дайджест дайындады. Димаш Құдайбергенге жаңа мәртебесі халықаралық гуманитарлық бастамаларға қосқан үлесі және мәдениетаралық диалогты дамытудағы еңбегі үшін берілді. Марапаттау рәсімі кезінде Димаш әлемдегі көші-қон мәселелеріне назар аударуының маңыздылығын атап өтті. Ол алдағы уақытта Біріккен ұлттар ұйымы жобаларына белсенді түрде қатыспақ. Одан бөлек еліміздің жарық жұлдызы 30 қараша күні The Pyramids Эхо фестивалі аясында өзінің жеке концертін ұсынды. Яғни Димаш Құдайберген Мысыр пирамидаларының етегінде өнер көрсеткен тәуелсіз мемлекеттік достастығы елдерінің алғашқы әртісі болды. Димаш бір концертте өз талантының барлық қырын ашып көрсетті. Классикалық Олимпика мен Авиа Мариядан бастап энергиялық Be With Me және Give Me Your Life композицияларына дейін шырқады. Биыл Қазақстан аруы байқауының жеңімпазы Алина Ри болды. Ал әлем аруы Қазақстан Шадияра Байгенова, Мисс Гранд Қазақстан Анель Емел, вице-мисс Қазақстан Дилназ Сәрсенбай атанды. Жобаның бас пиар менеджері Құралай биыл әділдікке баса назар аударылғанын айтты. Оның сөзінше жеңімпаздарды іріктеу кезінде тек сыртқы келбет емес, интеллект, коммуникация, қоғаммен байланыс және жеке жобалар да есепке алынған. Жалпы негізі биылғы байқау қалай өтті, сол туралы айтып берші. Жеңімпаздар өз титулына лайық және байқау әділ өтті деп ойлайсың ба өз басың? Биыл байқау әдеттегідей жоғары деңгейде керемет өтті. Жобаға келген қонақтардың айтуынша барлығы жоғары деңгейде ұйымдастырылып өткен екен. Жалпы биылғы байқау енді жыл сайын бізде жаңа слоганмен, жаңа девизбен өтеді. Биылғы байқау таңдау еркіндігі, әрбір әйел адамның, әрбір қыз баласының құқығының бар екенін насихаттау мақсатында біз осындай девиз таңдадық биылдыққа. Сондықтан байқауға биыл қатысқан қатысушылардың әрқайсысы осы философияны өз бетінше бір дәлелдеп қатысты. Осы пиар менеджер ретінде сенің Мисс Қазақстан 2025 байқауына қосқан үлесің қандай болды? Қателеспесем, сен бұл проектті осы жақында бастадың, иә? Иә, мен осы жобада жүргеніме бір 7 айдай уақыт болып қалды. 7 айдың ішінде жалпы менің пиар маманы ретінде атқарған жұмысым ол көп жағдайда байқау туралы, жоба туралы, біздің былтырғы жеңімпаз арулар туралы бақ кеңістігінде, әлеуметтік желіде барынша жариялау. Жалпы негізі осы қазақ аруы мен Мисс Қазақстан жобасын көбісі шатастырып жатады. Қазақ аруы не, Мисс Қазақстан не, ол екеуінің жеңімпаздары бір емес па деген сияқты қарама-қайшы пікірлер де бар халықтың арасында. Өзің осы жобаның пиар менеджер ретінде айтып берші, қазақ аруы мен Мисс Қазақстанның қандай айырмашылықтары бар? Иә, шынымен де қоғам осы екі байқауды көбісі ұқсастырып жатады. Бірақ Қазақстан аруы байқауының ең басты айырмашылығы ол ұлттық деңгейде, республикалық деңгейде өтіп, жеңімпаз қыздарды алдағы уақытта әлемдік деңгейде өтетін сұлулық байқауларына жібереді. Нақтырақ айтқанда, осы Қазақстан аруы жобасы әлемдік деңгейде өтетін 3 түрлі байқау, ол ғалам аруы, әлем аруы және Miss Grand International деген байқауларға лицензиясы бар жалғыз иегер болып табылады. Яғни біздің байқауға қатысқан жеңімпаз арулар, олар осы жерде тоқтап қалмай, алдағы уақытта өздерінің қабілеттерін үлкен сахнада көрсете алады. Жақсы, рахмет. Енді халық біліп жүреді деп ойлаймын айырмашылықтарын.
соңғы жылдары байқау жеңімпаздарын дауыс беру арқылы таңдау бір әдетке, хитке айналып кетті ғой. Халық өзі дауыс береді, содан кейін таңдайды. Бірақ бұл процесс менің ойымша блогерларды ары қарай блогерларды халық танығаннан кейін міндетті түрде оған дауыс береді. Ал шынымен сұлулығы басым, сұлулығы әдемі қыздар оның қасында ешқандай вниманиясы қалып қалады, былайша айтқанда. Сол туралы не дейсің? Осылай баға беру әділдікке жатады деп ойлайсың ба? Енді менің ойымша бәрібірде бұндай байқауларда қызлар алқасы болу керек сияқты. Өйткені жаңа өзің атап өткендей, егер тек халық дауыс берсе, бұл жерде қатысушының осы әлеуметтегі қоғамдағы өзіндік статусы алға жылжып кетеді. Ол блогер болса, әрине оған дауыс көп жиналады деген сияқты. Бәлкім бұндай байқаулардың негізгі мақсаты сондай бір ашықтықты көрсету шығар. Ал біздің байқауда, Қазақстан ару байқауында бізде халық дауысына арналған номинация да бар. Сонымен қатар байқаудың өзінің қазылар алқасы да болады. Бізде байқауға бір апта қалған кезде сайтта дауыс беру жүйесі ашылады. Және сол дауыс беру арқылы жеңген қызға Miss People Choice титулы беріледі. Ал қазылар алқасының қатысуымен бізде ең басты 3 жеңімпаз қыздар анықталады. Өзің қазір ғана қазылар алқасы деп атап өттің ғой. Сендерде қазылар алқасы қандай критериялармен таңдалады? Мысалға, биыл кім болды, оларды қалай таңдадыңдар? Бізде қазылар алқасын таңдағанда біз осы қоғамның әртүрлі бағыттарында өздерін көрсетіп жүрген, орын алып жүрген тұлғаларды таңдауға тырыстық. Атап өткенде олардың арасында Әйгерім Абылқадырова деген спортсмен, дзюдоист қыз, бірнеше реттік жаңағы чемпионаттардың жеңімпазы. Сонымен қатар Сәуле Рабаева, білсеңіздер, Шерхан Қалмырза деген футболист жігіттің анасы. Бірақ бұл жерде атап өткенде Сәуле ханымның одан да басқа айтылмай жүрген бір жетістіктері бар екен. Оны біз өзімізде кейінірек білдік. Ең бастысы бұл жерде біз ол кісіні бір бақытты, табысты әйел адамның үлгісі ретінде де шақырған болатынбыз. Сонымен қатар бізде дизайнерлеріміз болды. Қырғыз Республикасының дизайнері Ванама, Арзубек Ванама деген жігіт. Осы қазақстандық дизайнер Ляззат Лазарчукты шақырдық. Бұның барлығы нені айтады? Бұның барлығы негізі қазылар алқасы құрамының әділдігін, әділ болғанын көрсетеді. Яғни олардың арасында осы біздің жобаға қатысы бар жалғыз ғана адам болды, ол біздің директор. Сондықтан да біздің жеңімпаз қыздар да сондай бір әділ жолмен таңдалғанын атап өтуге болады. Жақсы, Құралай, енді осы сұхбатты қорытындыласақ, 2026 жылы біз Мисс Қазақстанның байқауын қалай көреміз, сол туралы айтып кетші. Қандай да бір жаңағыдай эксклюзивті бір нәрселер бар ма? Енді сөзің шыны керек, бізде 2025 маусым жақында ғана бітті, әлі толыққанды келер жылғы маусымның бір несіне тақырыбына әлі еніп кірген жоқпыз. Идеялар бәлкім біздің директорда бар шығар, бірақ біз барлығымыз бұны ортаға салып әлі талқыламадық. Бірақ менің айтылатын бірақ нәрсем, алдағы жылы Қазақстан аруы 2026 байқауы биылғыдан да мықтырақ, биылғыдан да күштірек өтеді. Күштірек өтеді. Олай болса, құрметті көрермен, Мисс Қазақстан 2026-ны күтеміз. Егер ол жерде Құралай бар болса, онда мүлдем бөлек деңгейді күтулеріңізге болады. Рахмет көп. Инстаграмдағы ең көп жазылушысы бар ресми аккаунт Дастанның видеосын өз парақшасына жариялады. Бейнебаян еліміздің табиғаты мен көрікті жерлерін көрсетіп, 58 миллион қаралы мен 7,17 миллион лайк жинаған. Шетелдік қолданушылар бұл видеоны жасанды интеллект жасаған екен деп ойлап, шынайы екенін түсінгенде Қазақстанның табиғи сұлулығына таңғалысын білдіріп, көптеген жылы пікір қалдыруда. Дастан Мұхаммедқарим қазіргі уақытта кәсіби видео түсіріліммен айналысып, туған елін танытуды жалғастырып келеді. Сіздермен бірге болған мен Аружан Рахымжан, елімізде жағымды жаңалықтар көп болсын. Бүгінгі экономикалық жаңалықтар легі осымен аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған мен Аружан Өрісбай. Келесі кездескенше.
болыңыздар.